Балаларыңызға ет жегізе алмай жүрген болсаңыз, бүгін менімен бірге болыңыздар. Саламатсыздар ма, құрметті менің көрермендерім, сіздермен бірге дәмді ас каналым. Бүгін біз осындай піскен еттен тағам әзірлейтін боламыз. Таңғы асқа балаларыңызды қуанту үшін осындай піскен етіміз қалып қойды. Енді осы етті майдалап, турап, әдемелеп дайындаймыз. Осылайша балаларға ет жегізудің амалын жасап жатырмын. Балаларым көп етті жемейді. Тамақ асқан кезде осы қамырын жеп алады, етіміз қалып қояды. Осылайша балаларға ет жегізуім керек болды. Білесіздер, етте витамин өте мол. Етімізді майдалап, ұсақтап, осылайша тураймыз әбден. Турап алған етімізді дайындап табағымызға саламыз. Үлкенірек бір ыдысқа, шұңғылдау ыдысқа салсаңыздар болады. Кез келген етті алсақ болады. Фаршпен де жасап көрдік бұл тағам түрін. Картошкамен де жасадық. Енді барлық немен жасап көрдік. Енді осылайша піскен етпен жасап көрейін деп отырмын. Етімізді шұңғыл ыдысымызға саламыз. Салып алған ыдысымызға енді жұмыртқамызды саламыз. Мен 6 жұмыртқа алдым. Жұмыртқамызды әдемілеп жарып саламыз. Енді қызанағымызды алып, 2 қызанақ, менде өзімнің бау-бақшамнан өскен, огородымда өскен қызанақ, перецтарым. Перецтің балғар бұрышының жартысын ғана тураймын. Жартысы жеткілікті деп ойлаймын. Қалған бір жартысын қойып қоямыз. Осылайша қызанағымызды турап, мен домалақ қызанақтың ішіндегі сұйықтығын алып тастаймын. Сулы болып кетпес үшін мен тек қана етін турап отырмын. Собақ қызанақты өздеріңіз білесіздер, бұлар етті болады, сондықтан түгел турай салдым. Салған етіміздің үстіне осылайша салып қоя береміз. Қалауымызша тұз себеміз. Қара бұрыш салсаңыздар болады. Әртүрлі өздеріңіз ұнататын дәмдеуіштерді де салып жіберсеңіздер болады. Енді ұн саламыз. Мен 4 қасық ұн салдым. Әзірге көрейік араластырып не шығатынын. Ешқандай қопсытқыш, ондай еш нәрсе қоспаймын. Тағы да 2 жұмыртқа салып жатырмын. Тағы да 2 жұмыртқа, маған аздау сияқты көрініп жатыр. 2 ас қасық ұн салдым. Өйткені етім көп болып, жаңа сұйықтығым ішіндегі аздау болып тұр. Сондықтан тағы жұмыртқа салдым. Енді үстінен 100 грамм сыр қосып жіберейін деп шештім. Сырды өзіміз жанұямыз жақсы ұнатамыз, сондықтан көп жерге сыр қосқанды ұнатамын. Осылайша сыр қосып жібердім. Газымызды жағып, табамызды қойып, қызған табаға майымызды жағамыз. Үстінен осындай ожаулар шөміштеріңізбен осылай салсаңыздар болады. Астыңғы жағы піскенін күтеміз. Асты піскен кезде беті өзі түрін өзгертеді. Енді аударамыз. Аударып біраз қойып қоямыз тағы да. Пісіп дайын болды. Жылдам, дайын, таңғы асқа жылдам дайын болатын тағамыз өте керемет дәмді болып шығады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Осылайша
келесінде осылай жасаймыз. Менде 5 осындай лепешка шықты. Осылайша 5 болды. Сегіз жұмыртқа салып, осылай мен сүт, айран, ондай еш нәрсе қоспадым. Тек қана осылай жасадым. Осындай тағамымыз дайын. Үстіне майонез салып, кетчуп құйып жесеңіздер өте дәмді болады. Сіздермен бірге Дәмді ас каналы. Менімен бірге болыңыздар. Тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Балаларыңызға жасап берсеңіздер өкінбейсіздер. Өте керемет. Осындай қалып қойған етімізді осылайша балаға жегіземіз. Балаларыңызға ет жегізе алмай жүрсеңіздер, осылай жасап беріңіздер. Осылай жасасаңыздар, балалардың бойын дәрумендерге толықтырасыздар. Астарыңыз дәмді болсын.